Қайырлы күн достар, сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге өте дәмді қазіргі таңдағы хит десерттердің бірі испанский чизкейк дайындайтын боламыз. Ең алдымен творожный сырымызды миксермен жақсылап тұрып миксерлеп аламыз. Өйткені арасындағы қалдықтары барлығы толықтай араласуы керек. Содан соң барып қантымызды немесе сахарный пудрамызды қосып жақсылап тұрып миксерлейміз. Және бірден жұмыртқамызды қоса отыра миксерлейміз. Бірден қосуға болмайды. Бәрін бірден қоссаңыздар, түсі де әдемі болады. Сондықтан ерінбей осылай бірден 3 минут сайын миксермен миксерлеп отырыңыздар. Барлығын жақсылап тұрып миксерлеп болғаннан соң біз кукурузный крахмал қосатын боламыз. Негізі ұнмен алмастыруға болады, бірақ ұнның дәмі басқаша болады. Кукурузный крахмалдың дәмі басқаша болып тұрады. Сондықтан кукурузный крахмал қосуға кеңес етемін. Бар жоғы 150 теңгеге супермаркеттерден сатып аласыздар. Және миксерлеп болғаннан кейін ыдыстың шетін жинап, тағы да миксерлеңіздер. Ендігі кезекте 33-35% сливки қосатын боламыз. Салқын тағы да жақсылап тұрып миксерлейміз. Толық миксерленіп болғаннан соң арнайы табамызға орналастырамыз. Менде диаметрі 16 және осындай пергамент қағазын асырып қойдым. Піскен кезде ол қатты көтеріледі. Сол үшін және де осылай столдың үстіне 1-2 рет ұрыңыздар, сонда тегістеледі. Әсел пешке қойып пісіреміз. Ең алдымен 100 градусқа қойып аламыз. Үстін қоясыздар, 35-40 минутта толықтай пісіп шығады. Мінекей өте дәмді, бір жеген сайын жей бергің келетін испанский чизкейк. Жасап көріңіздер, каналға тіркеліп қолдап қойыңыздар.